Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз бидай көженің пайдасы. Бидай көжені келіге түйіп, кебегі алынып, аздап жармаланған бидайды етпен бірге қайнатып пісіреді. Мұны да қайнаған соң бұқтырып алады. Қара көжені қуырылған бидайдың талқанын сүтке қайнатып жасайды. Мұндай көжені көбінесе мал күзетіндегі күзетшілер мен жорықшылар ішкен. Көженің күріштен, жармадан, бұршақтан, арпадан жасалған сүт көже, құрт көже, умаш, туралмаш көже дейтін түрлері бар. Сүтке ашыған бидай көже әрі жұғымды, әрі шөл қандыратын сусын. Етін аз салып, қаймақ, қатықтармен, томат және кейбір жемістермен дәмдендіріп. Етін аз салып, қаймақ, қатықтармен, томат және кейбір жемістермен дәмдендіріп. Көкөністен әзірленетін сорпалар мен өсімдіктер жасалатын көжелер қазақ халқы арасында отырықшы тұрмысқа көшіп, бау-бақша өсіре бастаған кезең белгілі. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.